Өзім кішкентай кезімнен армандаған би мамандығына түсе алмадым. Себебі... Әпке, білесіз бе, мен бүгін колледжге документ тапсырдым. Мен армандаған би мамандығына мені қабылдады ғой. Би дейді? Қайдағы би Айгүл? Мен саған 10-11-де ауылдан оқисың деп айтқан жоқпын ба? Қалай сонда? Мен қалауымша. Басты қатырмашы Айгүл. Би саған нан болмайды, қайтасың ертең ауылға. Сол кезден бастап алдыға қойған арман мақсатым, ішімдегі отым өшті. Әйтеуір дегенде 2 жыл өтіп, 10-11-ді бітіріп қалаға оқуға түстім. Сол уақытта студент болып, қатар жұмыс істеп жүріп, күйеуімді жолықтырдым.